Барлықтарыңызға сәлем. YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін кішкене мен өзім ұялып тұрсам да осындай бір темаға видео түсіргім келіп тұр. Яғни осы YouTube каналымдың тақырыбын жалпы өзгертемін. Енді арықтау жаттығулары, вакуум жайлы видеолар болмайды. Өйткені мен енді арықтамаймын. Босанғаннан кейін бірақ арықтаймын, Алла қаласа. Өйткені в общем, алғашқы болып, почти алғашқы осы қазақша біздікілер ырым-жырымға сенеді, қорқады ғой. Жүктілік жайлы видео түсіруге, айтуға. В общем, осындай темада түсіріп көрейінші деп бастадым. Жалпы мен YouTube каналым енді мамский темаларға арналатын болады. Instagram канал, блогым тоже. Енді сіздерге қызық болса да, қызық болмаса да осы темада түсіріп көрейінші деп шештім. Кімге қызық болады, олар көреді. Соған орай просмотрлар да болады, Алла қаласа деп үміттенемін. В общем, бұл видео не жайлы? Мен жүктімін. Жалпы осы видео менің екінші қазіргі жүктілігім жайлы. Менің кішкентай балам бар. 3-ке жақындап қалды. 2 айдан кейін 3-ке толады. Айла деген қызым бар. Және қазір мен 14-ші аптадамын. Екінші жүктілігім. Сол бірінші триместр қалай өтті, сол жайлы түсіргім келіп тұр. Қысқаша былай айтқым келіп тұр. Білмеймін, кімге қызық болады бұл тема. Қазір менде такое ощущение, как будто кімге қызық, кім көреді деген сияқты ойлайсың. Но қызық болуы мүмкін. Мен сондай өзімнің ойым бар. Потому что SMM-мен айналысам, в принципе, адамдарға не қызық емес екенін болжап айта аламын. Неліктен түсіріп көрмеске деп шештім. В общем, қазір бізде қояды дейді уже. Мен осындай интересный положениедамын. 14-ші апта уже айттым ғой. Ой, осы жолғы барлық менің осы денсаулығым, өзімді сезінуім бірінші жүктілікке қарағанда кішкене өзгеше болып жатыр. Міне бірінші триместр уже өтіп кетті. Әлі күнге шейін әлі токсикоз деген состояние бітпей жатыр. Бірақ менде осы жол токсикоз бұрынғыдағыдай емес. Яғни жүрек айну, лоқсу, қайта-қайта туалеттен шыға алмау ондай емес. Вообще басқаша болып жатыр. Менің как-то желудокпен байланысты дейма, тяжесть желудка болып жатыр менде қатты. Жүрек айну деген болды, где-то 6-шы аптадан 8-ші аптаға дейін ғана болды, где-то 10 күнде ғана болды. И басылды. И мен өзім таң қалдым, ура, токсикоз бітті деп ше. Қорқып жүргем, негізі осы токсикоздан қатты қорқып жүргем. Бірақ менде қазір состояние, что әлі күнге шейін сол болып жатыр. То есть бірінші триместрда менде мынандай состояние болды. Қайта-қайта қарным аша береді. Қарным қатты ашады. Қатты ашқанда там настолько болды. Қатты ауыртып тура прям невозможно, сондай қатты болып кетті да. Бірінші жүктілігімде ондай болмаған. И тамақты да қатты талғап жейтін болдым кәдімгідей. Ананы жегім келмейді, мынаны жегім келеді. Кейде вообще ештеңе жегім келмейді. Но при этом желудок требует, қатты қарның ашып тұрады. И бір жеген нәрсені қайталап жегім келмейді. Келесі күні уже жегім келмейді. И басында менде болды, суши жегім келді, бургер жегім келді, пицца мысалы. Суши бір рет қана жедім рахаттан, все, одан кейін жегім келмейді. Мені 3 ай өтті, әлі күнге дейін, егер маған біреу заставлять етсе де, мен жегім келмейді ол сушиді. Манты жегенде тоже келесі күнде жүрегім айнытты мантыдан. И осы жолы беременность, осы жүктілігімде алдыңғыдағыдай иістерді ұнатпау деген жоқ. Сол жағынан повезло, потому что бұл өте қиын. Я как есіме түссе, прям қиын екен. Потому что бірінші жүктілігімде любой иістер ұнамайтын. Қандай болсын, вообще жақсы иіс болсын, жаман иіс болсын, соны өзін жүрегім айнып жататын. Ал қазір Құдайға шүкір, иістер маған қазір проблема емес. Как обычно жүрем. Сол жағынан жеңіл болып жатыр. Но вот қарын ашу, тамақ требовать ету деген қатты болды. Қазір кішкене азайды, кішкене басылды. Уже қарным ашып тұрса, мен уже шыдап жүре аламын кішкене ұзақ. Ал басында енді мүмкін емес болды, кәдімгідей уже прям қиын болды. Сіздерде солай болса тоже жазыңыздар. Қалай сіздерде қашан басылды? Менде осы жол қорқыныш бар, что бұл менде токсикозым жеңіл өтіп атқанмен, осы 9 ай бойы солай болып жүрмей ма деген қорқыныш болып отыр кәдімгідей. Білмеймін, осы желудокпен байланысты темам дұрыстап аша алдым ба, аша алмадым ба білмеймін. Еще тамақ ішіп аламын ғой. Тамақ ішкің келеді, рахаттан жейсің, тамақ ішкеннен кейін тяжесть уже. То есть ол да бар, кәдімгі диваннан уже қозғала алмайсың, жатасың. И прям тяжесть болады, одан изжога болды. Прям ранний срокта изжога деген жаман екен. Бірақ мен оның басу әдістерін біліп алдым да, уже шемішке шаға салам, и солай көмектесетін болды. Сосын екінші жағдай,
менде осы жолы үлкен слабость болып жатыр. Кәдімгі әлсіздік, қалай жүктілік басталды, и сондай үлкен слабость менде кәдімгі күні бойы жата берем, еш нәрсе істей алмаймын, еш нәрсеге күш жоқ, энергия жоқ, еш нәрсе істей алмайсың, еш нәрсеге желание жоқ. Әлсіреп, прям қатты әлсіреп қалдым. Аяла, сен мына жерде болмау керексің, бара тұршы, сөйтсейші. Хорошо, что менің қызым, Аллаға шүкір, қазір ақ кірген, уже өскен, уже барлығын түсінеді, вообще мешать етпейді, кедергі жасамайды маған. Өз бетімен ойнап, ойыншықтарын ойнап жүреді, еркелетем, жанында жатады, бірге жатып ойнаймыз, солай күніміз өтіп жатыр әйтеуір. И қазір Аллаға шүкір осы жолы папамыз көмектесіп жатыр. Баламен көмектеседі, таңертең мен түске дейін жатамын, ұйықтаймын, ұйқыны көп соғып жатырмын осы жолы кәдімгідей. Тіпті даже жаңағы қарным ашқаны тезірек басылса екен деп даже оянғым келмейтін кездер болады, сондай настроение болмайды, вот сондай ощущение болып жатыр да. Инстаграм блогымды әбден тастадым, барлық жұмыстарымды, клиенттерімді тастадым, еш нәрсе жасамадым. Осы 3 ай бойы июль, август, міне сентябрь басталды. 3 ай емес, 2 айдан астам ғана уақыт екен ғой, иә. 2 айға өтіпті ғой, ужас. Соның өзі бір ұзақ уақыт кеткен сияқты маған кәдімгідей. Осы жолма еще күйеуіме айтып қойғам, мен кішкене еркелеймін, маған көмектесесің деп. Бірінші рет біз үйленгеніміз, енді ғана үйленіп, үйлі болғандықтан мен қатты былай еркелей қоймағам, наоборот, айтқанын істеп, тамақ пісіріп, соны көңіліне шығуға тырысып отыратын. Осы жолы ол маған таңертең шай әкеліп, сөйтіп көмектесіп қарап жүр. Сол тағы не айтсам екен? В общем, осылай бірінші триместр осылай өтті. Иммуна состояние ақырындап азайып жатыр енді, бірақ әлі де болып жатыр. Кейде міне 13-12 аптада мен байқадым, қайтадан бір жүрегім айныған сияқты болды. Мен даже қорықтым, немене менде жүрегі айнымайтын еді ғой. Неге қайтадан басталып жатыр деп кәдімгідей қорқып қалдым. И осы состояние тезірек бітсе екен деп тілеп жүрмін, чтобы с новой силой, жаңа күшпен жұмыстарымды жасайтындай, жобаларымды жасайтындай, осы видео түсіріп, осы YouTube каналымды жүргізіп, енді осы жолы мен мақсатым YouTube каналымды көбірек жүргізетін боламын. Енді мен как минимум 2 жыл үйде отырамын. Сондықтан тек қана блогымды, осы блогерлікті дамытатын боламын. Осы мамский темада менде айтатын ақпараттар, бөлісетін әңгімелер өте көп. Сіздермен бөлісетін боламын Инстаграмда, осы жерде. Босанғаннан кейін уже кішкентай бала қарау, сондай тақырыптардың барлығымен сіздермен бөлісетін боламын. Бұл негізі бірінші очередь өзіме қатты қызық тақырыптардың бірі. Өзіме ұнайды, осындай видеоларды көргенде ұнайды, сондықтан ғой өзім видео түсіріп жатқан. Егер сіздерге, кстати, тоже, егер біздің сроктарымыз бірдей болса, егер сізде жүкті болсаңыз, Инстаграмға жазылып кетіңіз, YouTube каналға жазылыңыз, комментарий жазыңыз. Бірімізді қарап жүрейік. Күшті ғой, қызықты ғой. Мен мысалы бірінші рет жүкті болған кезде тоже примерно сондай сроктағы блогерлерді қарап жүретін. И балаларын туғанын, балаларын біліп аласың, кім қандай не болып жатқан. Вот, и сол жағынан қызықты да. Видео көргендеріңізге рахмет. Егер де осындай формат ұнаса, жаза кетіңіздер. Идея тастаңыздар, қандай тақырыпта түсірейін, сіздердің жүктіліктеріңіз қалай өтіп жатыр, сол туралы жазыңыздар, маған өте қызық. Бірінші триместр қалай өтті сіздер, токсикоздан қалай жеңдіңіздер, қалай көмектесті, қиын өтті ма, жеңіл өтті ма, жазыңыздар, барлықтарыңызды оқимын, сіздерге жауап беремін. Сау болыңыздар.